Баршаңызға сәлем. Бүгін біз иней тортын жинайтын боламыз. Сіздерге видеода кремін жасауын көрсетемін. Бізге ең қажетті азық-түлік бұл май және қою қайнатылған сгущенка. Барлық ингредиенттер тоңазытқыштан алдын ала алынып, үй температурасында жылы болу керек. Алдымен майымызды миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп болған соң, ақырындап қасықпен бір-бірдеп сгущенкамызды қоса бастаймыз. Бұл тортқа біз майлы крем алған себебіміз, өйткені басқа кремдерден біздің меренгамыз еріп кетуі мүмкін. Сол себептен біз осы май қосылған кремді жасаймыз. Корждарды мен алдын ала кесіп қойдым. Пропиткаға мен кофе және сүтті алдым, кішкене қант қосып. Егер тәтті торт қаласаңыздар, қант қосуға да болады. Әрбір пропиткадан кейін кремімізді жағып, үстіне меренгамызды саламыз. Солай кезекте барлық корждарымызды, меренгадан жасалған слойларымызды жасап шығамыз. Яғни корж, пропитка, крем, меренга. Осы кезекпен барлығысын жасап шыққандықтан тортымызды аяқтауға кірісеміз. Қалған кремді сыртына және үстіне жақсаңыздар болады. Немесе мастикадан, клейгиден жасалған кремді де қолдануға болады. Сыртын. Мен безендіру үшін арнайы дайындалған қантты қағазда жасалған принтерден шыққан суретті қойдым. Кішкентай балақай трансформер мультфильмін өте жақсы көреді, сол себептен осы суретті таңдадым. Үстін пышақпен тегістеп шығамыз, өйткені арасында көпіршіктері қалып қоюы мүмкін. Міне қарағандай тортымыз биік болып шықты, дәм өте керемет. Үйдегі жағдайда жасауға болатын қарапайым торт. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.